Армысыздар, құрметті біздің Тендер жаса YouTube арнамыздың көрермендері. Бүгін керемет видеоны сіздерге жариялап көрсеткіміз келіп отыр. Бұл ешқандай ИП, ТО ашпай, қалай мемлекеттің беріп тұрған тендерларын, яғни товарларын көрсек болады деген видеоны сіздерге көрсетеміз. Көбісінде сұрақ пайда болады, мен қазір тендершік болу үшін беріп тұрылған мекемелердің сұрап тұрған товарын, қызметін, жұмысын көру үшін міндетті түрде мен ИП ашуым керек, міндетті түрде мен ТО ашуым керек, счет ашып барлығын дайындап бірақ айналысуым керек деп ойлайды. Сіз оны ойлап жүре беретін болсаңыз, мына жақтағы тендерларды көрмей қалатын боласыз. Сондықтан ешбір қиындықсыз ИП, ТО ашпай-ақ мемлекеттің тендерларын сіздерге көрсетіп беретін боламын. Олай болса, кеттік, бірге бір қайталаңыз, ешбір қиыншылық жоқ. Ең алдымен сіздер өздеріңіздің ноутбуктарыңызды ашып қойыңыздар, толықтай қосылып тұрсын. Обновить батырмасын бір-екі рет басып жіберейік. Одан кейін ең бастысы біз интернет керек бізге. Интернетіңіз барлығы қосылу болсын Wi-Fi-ға. Келесі кезекте Google Chrome немесе сіздерде басқа да бір интернеттің платформалары болуы мүмкін. Біз үшін Google Chrome осыны ашып қойдық. Ең бірінші бізге керек бұл N-Slayer бағдарламасы. N-Slayer дегеніміз ол мемлекеттік сайттарға, мемлекеттік порталдарға доступ беретін бірден бір программа. Егер бұл N-Slayer установка жасамасақ, соответственно, біз осы Госзакупқа болсын, ЕГОВ болсын, E-License кез келген сайтқа кіре алмай қаламыз. Сондықтан ең бірінші N-Slayer установкасы. Ол үшін поискқа жазыңыздар N-Slayer деп. Ағылшынша тілде тұрсын, разница жоқ негізі ешқандай. N-Slayer жаздық. Міне ең бірінші болып шығып тұр екен pki.gov.kz. Осыған өтеміз. Өткеннен кейін бұл жерде қараңыздар, сәл астыға түссеңіздер, N-Slayer для Windows 32 бит, 64 бит, қалған төртеуіне қарауыптың мүлде қажет жоқ. Бұл керек емес. Осы екеуі. Ал сіздің ноутбугыңыздың свойствосы арқылы тексеруіміз керек. Сіздікі 32 биттік пе, әлде 64 биттік пе? Олай болатын болса, свернуть етіп өшіре тұрамыз. Әрқайсыларыңызда мой компьютер деген бар, немесе компьютер, этот компьютер деп жазылып тұра береді. Осыған өтеміз. Пустой бір жерге барамыз да, осындай бос жерге барып, мышканың оң жағын басамыз. Свойствоны басамыз. Свойствоны басқан кезде міне сіздерде көрсетіліп тұр. Тип системы 64-не көрдіңіздер ғой. Яғни жәнегі 64-ке біз орнатуымыз қажет. Өшіреміз. Мына жақтан да өшіріп тастасаңыздар болады. Ең басты көріп алдық. Қайтадан Google-ға кірдік. Жәнегі 64 болды. 64-ті басамыз. Не астында осылай установка кетеді. Ары кетсе 13-10 секунд уақытты ғана алады. Енді дәл қазір тендерларды бірге көретін боламыз. Көбісінде осындай ой болады, біз мемлекет сұрап тұрған нәрсені сол мекемеге барып қана көруіміз керек па дейді. Жоқ, біздің жұмыстың барлығы толықтай цифровизация, бірақ аса бір қиын еш нәрсе жоқ. Ал бұл жерде сіздерге мен көрсетіп жатқаным ешқандай ИП, ешқандай ТО ашпай-ақ қалай тендерларды қарау керек жолдары. Қарасаңыздар, установка болды. Осыны басамыз. Далені басамыз. Тағы да кішігірім орнатылысы алсын. Қазір да деп басатын батырма шығу керек. Даны басамыз. N-Slayer барлығы орнатылды. Сіздерде екі рет шығуы да мүмкін, кейде бір рет шығады. Екі рет шықса да, қандай жағдайда шықса да даны басыңыздар. Енді N-Slayer программасы орнатылып болғаннан кейін бір галочка қоятын бір жері бар. Соған міндетті түрде қоюымыз керек. Ол үшін төмендегі қарасаңыз сізде N-Slayer-дың значогы шығып тұр керек, немесе бұл стрелканы басасыз. Осы жерде N-Slayer-дың значогы тұр. Осыған мышканы оң жағын басамыз. Управление модулями деген таңдаймыз. Таңдағаннан кейін осындай бет шығады. Астыға қарай түсеміз. Бізге керегі модуль государственной закупки РК. Осыған галочка қоямыз. Установить модульді басамыз. Перезапустить. Сәл күтеміз. Мына жерде өзі шығады. N-Slayer уже қосылды. Енді ары қарай Google-ға кіріп тендерларды қарай береміз. Тағы да бір бет ашамыз да Госзакупқа кіруіміз қажет. Ол үшін Госзакуп деп жазсақ, Госзакуп кейіне шықты. Goszakup.gov.kz деген бірінші сайтына шығып тұр. Осының ішіне кіреміз. Кіргеннен кейін ең бастысы бізге закупки. Қараңыз, біз ешқандай IT-ді басып, ИП-ні ашып, оны тіркеп, счетымызды ашып, оның барлығын бұл жаққа енгізіп жатқан жоқпыз.
Бұл сіз өзіңіз бірінші зерттеп алу үшін, анализ жасап алу үшін еш нәрсені ашпай-ақ бірінші қандай тендерларды көріп алуыңыз керек. Закупкиді басамыз, поиск объявлений. Міне осындай бір бет шығады. Бұл жерге фильтр, барлығын біз дұрыс толтырмасақ, бізге керек емес тендерлар шығып кетуі мүмкін. Сондықтан да бұл жерге ең алдымен статус дегенді көріп тұрсыздар. Статусты басамыз. Бұл жерде таңдайтын екі жері бар: опубликовано және де опубликовано прием ценовых предложений. Осы екеуіне көрдіңіздер, галочка қойылды, выбрано екеу. Ары қарай барамыз. Способ закупки. Басамыз. Запрос ценовых предложений. Келесі место поставки. Бұл жер ең қызығы, сіз қазір бізді қай өңірден көріп отырсыз, сол өңірді қарасаңыздар болады, немесе Қазақстанның кез келген ауылын, ауданын, қаласын жазып, сол мекеменің тендерларын көрсеңіз болады. Біз енді қазір Нұр-Сұлтан қаласы болғандықтан Нұр-Сұлтаннан бір көрсетейік, одан кейін батыстан бір қаланы көрсетсек болады. Жарайды, қазір Ақтау деп көрсете берейік. Нұр-Сұлтанды көрсетейік алдымен. Нұр-Сұлтан. Предмет закупки. Бұл жерде товар, услуга, работа үшеуін араластырмай жеке-жеке қарастырайық. Бірінші товарды көрейік, услуга барлығы қатты қиын емес, дәл осы процесті жүзеге аса товарды ғана көрсете берейік. Товарды бастым, қарасаңыздар, толтырылды. Найтиді басамыз. Енді қараңыз, найтиді басқан кезде төменге түссек, уже міне тендерлар көрініп тұр бізге. Нұр-Сұлтан қаласы бойынша осы бір аптаға жарияланған тендерлар. Хозяйственные товары, костюм, летний, куртка, комбинезон, бензин сұраған екен, комплектующий, дизельное топливо, канцтовары, коммутатор, плитка напольная, бұл кафельдар, папка с файлами, стремянка, өздеріңіз білетін, маска қарапайым, газ природный дейді. Сіз әрқайсыңыздың кругозорыңызға байланысты, сіз қандай товарды білесіз, сізге не қызық, осының барлығы осы жақта бар. Кейде бір қызығы, біз күнделікті қолданып жүреміз, бірақ та аты таныс емес заттар бар. Оның барлығы осы жақта негізі қамтылған. Оның өзінің негізгі атауы бар, атауын жазса бізге ол таныс емес болып қалады, бірақ көріп жүрген зат. Ары қарай жүреміз. Бұл бірінші беттің өзінде қаншама лоттар шығып тұр, көрдіңіздер ғой. Енді далені басып жібереміз. Толықтай қараңыздар. 16 страница көрінген, ойлаңыз, 16 страница, 50 жолдан күнделікті Госзакуп порталында Қазақстан бойынша 50 мыңнан астам лоттар жарияланады. Және 50 мыңның барлығын осы моментте сізге көріп отыру кішкене тиімсіз болып қалуы мүмкін, себебі үлгермейсіз. Қаншама ақша суммалармен көрсетіліп тұр, бірақ соның арасында біз сүзгі жасауымыз керек болады. Енді қараңыз, сіздерге кішкене таныс болсын деп бір-екі затты ашып көрсетейік, таныстырайық қалай болатын. Бұл 16-шы бетте отырмын, 16-шы беттен источник без перебойного питания дейді. Кассовый аппарат, оны қазір әр кәсіпкер білуі мүмкін. Медициналық өнімдер, приобретение товара дейді. Осыны қарап көрейік. Бастық үстінен. Так. Лоты деген таңдайсыздар. Таңдаған кезде қараңыздар, бұл фанера общего назначения дейді. Енді фанера дегенде екінің бірі біле бермейді. Сондықтан барлықтарыңызға таныс бір затты көрсетейін. Пока өшіре тұрайық. БАДы, витамины, бұл БАДтардың барлығын сұрайтын болған қазір. Бұл спортивно-медицинский центр города Нұр-Сұлтан дейді. Удобрение гүлдерге, хозяйственный товарға кірейік. Қараңыз, сыртындағы бағасы 14 мың теңге. Бұл енді аз сумма екен. Басқа страницаны бір қарап өтейік. Міне, бұл жақтағы сумма қараңыздар, 787 мың, 13 мың теңге, 8 мың теңге, 1 531 мың, 14 178 мың. Бұл суммалардың барлығы бір ғана затқа сұралмаған. Мысалы, қазір көрсек, 99 900 теңге дейді, эмаль, растворитель, валики дейді. Бірақ ішінде 5 та бар. Яғни ішіне кіреміз. Кіргеннен кейін лотты басамыз қайтадан. Міне, бұл жерде әрбір лоттар бөлінген. Эмаль 81 мың теңге. Міне, керек десеңіз, валиктер 2400 теңгеге 3 штук сұраған. Тағы да валик сұраған 3 штук 6 мың теңгеге. Бұлар ары кетсе 400-500 теңге ғана тұратын заттар. Сіз бірге бір пайда, даже бірге екі пайда көріп тұрсыз бұл жерден. Растворитель. Енді бұлардың характеристикасын қарап шығайық. Растворитель, оны білесіздер ғой, краскаға қосып, оны растворитель үшін, оны барлықтарыңыз білесіздер, white spirit деп айтып жатады. Енді қарақат деген бұл ясли сат екен. Бұның документациясын біз көру үшін мына жердегі соңғы сандарын жаттап алайық.
820. Біз енді бұны толыққанды документациясын көру үшін документацияны басамыз. 820 дегенді есімізге сақтап тұрамыз. Техническая спецификация перейтиді басамыз. Енді мына соңғы жағында 820 дегеніміз міне тұр. Яғни бұл жәнегі біз көрген валиктің характеристикасы, яғни сипаттамасын көруіміз керек. Астыға түсті. Кейбіреулеріңізге жоғары жағына установка түсуі мүмкін. Ашып көрейік. Қазақшасын көп жағдайда қарастырудың сәл керек емес деп айтамыз. Себебі орысшадан тікелей аударып тастаған, мағынасына мүлде қарамай аударып тастаған, сондықтан орысшасын қарай береміз. Бірақ та біздің оқыту форматымыз барлығы қазақша екенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Средний валик дейді, размер бар. Для покраски больших поверхностей всеми видами лакокрасных материалов, ширинасы, полиэстердің ширинасы 180 мм. Бұның барлығы не көрсеткен? Клей жағу үшін дейді. Бұның барлығын сіздер сатып алатын жерден жай түрін көрсеңіздер болады. Bir жағына сіздерге валик деп іздеп көрсетейін, ол біреуге таныс болса, біреуге таныс емес. Валик. Картинкиді басамыз. Валик деген күнделікті стройкада қолданып жүрген осы заттар. Аса бір қиыншылық жоқ. Мысалы, және растворительді көрсетсеңіз сіздерге. Міне растворитель 646 деген номердағы барлықтарыңыз көріп жүрген. Осындай 5 литрлық та болады. Көбіңіз білетін осы ғой, міне логотипмен радуганы жүрет тұратын. Айта берсе көп, бұны өзіңіз суммасына қарай ыңғайластырып іздей бересіз. Өшіре салайық, текстпетсін көрдіңіз. Мына жақта және қайтадан көрістік, беріп тұрған суммасын байқадыңыздар. 81 мың теңге, емаль 900 теңгеден килограммына берген. Бұны 2,7 литрмен бұл банкісмен сатылады 1300 теңге, 1500 теңге. Бұл жерде банкісіне почти 2700-3000 теңгені қамтып тұр. Өшірейік. Ары қарай тағы да сіздер көрістік. Канцелярский товар дейді. Лотыға кіреміз. Зажим, ножницы, канцелярский барлығының не? Көбісі ойлайды тендерде тек қана миллиардтар, миллиондар жоқ. Бұл жақта сізде қандай сумма бар, соған расчет жасап қатыса бересіз. Бірінші бетін ашып көрсетейін сіздерге. Бірінші беті хозяйственный товар 27 мың теңге. Енді крупный сумманы бір көрсетейік. 27 лот, 65 мың теңге, дизельный топливо дейді. Хозяйственный товар 1 миллион 598 мың 012-де 70 тиын берген екен. Кіреміз. Ішінде ешкім қатыспаған, әлі 6 күн уақыт бар. Сіздің зерттеп алуыңызға 6 күн уақыт бар. Міне, тряпка, бумага, ветошь дейді, пол жуатын пакет. Пакет для мусора, абайы 33-тен сұрап тұр екен. 600 рулон сұрап тұр. Енді ветоштың несін көре салайық. Характер 205 мың теңге, 1500 теңге, 137 метр керек. 137 метрға каждый метрына 1500 теңге берген, ойлаңыз. 789 теңге. 789 деген номерді еске сақтайық. Документациясын қарау үшін перейти басамыз. Техникалық спецификация. 789 ветоштікі болған. Түсті, төменге түсейік. Ветош, хлопчата бумажная, плотная, полотно нитканы, барлығының характерикасы жазылған. ГОСТ номер деген, ол қатты қорқудың қажет жоқ. Кез келген балға болсын, күрек болсын, наклейкасы жабысып тұрады ғой, сол наклейкада ГОСТ деген бір номер тұрады. Бұл мемлекеттік стандартқа сәйкес келу үшін. Оны сіз бас қатырып қатты іздеудің қажет жоқ. Ал бұл 75 деген бұл производствоның уақыты осы кезден келе жатыр деген сияқты. Бұған мән бермей қойыңыз қатты. Ең бастысы не екен түсінсеңіз болады. Болды. Просто заказчиктар, госзакуп мамандары бұлар әр нәрсенің характеристикасын интернеттен қарап алады. Интернетте өзіңізде қарайтын болсаңыз копировать етіп қоясыз ғой. Сондықтан да барлығын жаттап жүрмейді адамдар. Ең басты түсіндік, бұл рулонда жүреді, метрына берген. Енді осыны зерттей берсеңіз. Енді әрбір товарды зерттейтін кезде біз сүзгіні ұсынамыз. Сүзгі кезінде осы текстпетсті өзіңізге распечатка жасап, немесе суретке түсіріп аласыз, немесе болмаса өзіңіздің блокнотыңызға толтырып жазып, базарды сол арқылы зерттейсіз. Базар зерттеген кезде, склад қараған кезде, интернеттен қараған кезде жайдан жай жүрудің қажет жоқ. Сізде нақты бір мақсат болу керек. Осы затты мен қараймын, осындай размермен. Бітті, сіз осыны жазып алған кезде базарда іздеу эффективность артады. Жай барып қайтқаннан қарағанда осы тиімді. Енді бір мекемеден осы 4 лот шығып тұрғанның өзінде де сіз таңдап біреуіне қатыссаңыз болады. Екеуіне қатысасыз ба, өзіңіздің еркіңізде. Енді бұл Нұр-Сұлтан қаласы бойынша көрсеттік. Енді
Шығыс Қазақстан Тарбағатайды көрсетейін сіздерге керек десеңіз, ол аудан Тарбағатай деген. Восточно-Казахстанская область, Тарбағатайский район. Енді осыны іздейміз. Барлығы сүзгі бойынша қойылып тұр. Запрос цена предложений, товар деп қойылып тұр. Статус барлығы көрсетіліп тұр. Бағана қойып кеткен бойынша. Найтиді басуыңыз керек міндетті түрде. Енді қараңыз не. Тарбағатайский район, школа-лицей Білялова. Мына жақта тағы да көрсеміз, Ақмектеп деген ауылдықын көрсетіп тұр, мысалы 30 мың теңге берекет деген. Көрейік, приобретение хозяйственных товаров. Бір күн қалған, әлі ешкім қатыспаған. Лотуға кіреміз. Міне, полотенце 500 теңге, бір упаковкасына берген. Насадка, швабраның насадкасы 700 теңге, бір штугына берген. Средство моющее фей деген жазып қойған. Ол өзіңіз қандай бар, сондай түсінасыз. Бұл интернеттен кеткенде осылай кетіп қалады. 300 теңге берген. Полотенце тағы да. Бұның барлығы базардан араласаңыз, интернеттен қарасаңыз, өте арзан бағада тұрады. Өшіріп тастайық. Қарасаңыздар, Тарбағатай бойынша осыншама лоттар жарияланған, суммалары анықталып тұр. Аудан болғаннан кейін сәл аз шығып тұр. Алматыны қарайық. Алматы қаласы немесе облысы. Біз қаласын қарап көрейік. Найти. Міне, Алматы бойынша неше лот, қанша бет шыққанын қарайық. 17 страница, хозяйственный товары, тағы да өте көп. Бұл хоз товар болсын, оргтехника, запчасть, продукты питания, озеленен заттар сұранған, топливо, маска, кондиционер, барлығы. Сіз нені көресіз, айналаңызда нені көріп жүрсіз, барлығы осы жақта сұралып отыр. Сіз ең басты қолыңызға бұл нәрселерді ұстамайсыз. Бірінші зерттеп аласыз, сатып алатын жерді анықтап аласыз, одан кейін барып қатысасыз, ұтқаннан кейін барып сатып алып, мекемеге жеткізіп, одан кейін ақшаңызды сүрте бересіз. Бұл басқа кәсіп түрінен қараған кезде тиімдісі осы жерде. Аса бір қатты қиын еш нәрсе жоқ. Енді біз ұсынатын сүзгі. Сіз енді епіңізді, тоғыңызды толықтай тіркеп осы жақты қарайтын болсаңыз, сізге бұл жерден избранныйға сақтап алатын жер болады. Біздің ұсынатымыз аптасынан 100 товарды сақтайсыз, аптасынан 100 товар жетеді. Сол кезде сіз тиімділік артады. Сіз 50 мың лоттың ішін ақтарып қарағанда, осы аптасынан 100-ді жинақтап қойсаңыз, сол жақта тиімділік өте көп болады. Сіз бір жағынан шаршамайсыз, психологически шаршамайсыз, ментально шаршамайсыз, физикалық тұрғыда да ешқандай шаршау болмайды. Барлығы уақытымен, задача, жоспармен болады. Енді ИП-ТО тіркемегендіктен бұл жерде бізде негізінде тіркеліп қарағанда флажок тұрады. Сіз сол флажокты басқанда мына жақта избранный деген шығып тұрады. Избранныйды басқан кезде сізге сақтаған товарларыңыз шығады. Яғни сіз зерттеймін, қарайым, қатсам деген товарлар. Ал енді бұл жақта сіз өзіңіз ешбір тіркелген жоқ, сондықтан бір бетке болсын түртіп жазып алсаңыз болады номер лотын. Қазір сіздерге көрсете кетейін. Мысалы, хозяйственный товар лот 4-ге бөлінген. Мен бұны избранныйға тіркелмегендіктен сақтай алмаймын. Сондықтан бұл жерде көрсетілген номерді жазып аламын жай. 809 12-24 сызықша 1. Бұл хоз товар деп есімізге салып жазып кетеміз. Хоз товар деп жазып алдық. Енді бұны қалай іздеймін деген сұрақ келеді ғой. Осы жерде бұлай іздей бересіздер. Номер, осы номерді біз толыққанды жазамыз. 809 12-24 сызықша 1. Дәл осы жәнегі оқ жетпесі Алматы дейді, іздеп отырғанымыз тек осыны ғана көрсетіп береді бізге. Яғни сіз 50 мыңның арасынан іздеп отырмайсыз, әуре болмайсыз. Тек осыны жазып алыңыз. Ал сіз тіркеліп, ертең бізге оқуға кеп тіркеліп, толыққанды айналысып бастаған кезде сіз избранный деген флажок арқылы сақтап қойып жұмыс жасайтын боласыз. Әрқашанда пайдалы ақпараттар біз салып отырамыз. Тендер саласында біз нарықта жүргенімізге қазақша форматта номер 1 екенімізді барлықтарыңыз білесіздер. Сондықтан да бұның өзінің негізгі 40 күннің алгоритмі бар. Қалай айналысу керек, қандай фишкалары бар, қандай лайфхактары бар, маржаны қалай көп аламыз. Осының барлығы маржаны есептеуіміз керек, конкурентті анализ жасау, сүзгі жасау техникасының барлығы бізде қарастырылған. Оны жақын арада біз YouTube-қа да жариялаймыз. Негізі біздің оқу орталығымызда бұл толыққанды кірістірілген.
ешбір қорқудан қажет жоқ. Сізде замандағы осы ноутбукты білуіңіз керек, сізде бұл телефонды білуіңіз керек. Білмеймін деген нәрсенің барлығы қалып жатыр. Сіз заманға ілеспесеңіз, қазір жамандамаймын, офлайн сауданың барлығы кішкене трендтен қалып бара жатыр. Себебі заманда онлайн бар. Сізде онлайнның өзінің үстінен сізге бұл госсакуп дегеніміз, сіз өзіңіз готовый клиентіңіз тұр бұл жерде. Тауарларыңыз сұралып тұр готовый. Суммасы белгіленген. Енді тек байланыстыру ғана қалып тұр сіздің тарапыңыздан. Бар болғаны осы, біздің YouTube арнаға міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Сіз қаншаларыңызды байқап жүрміз, просмотр көп, бірақ тіркелу саны аз. Сіз жайдан жай көріп отырсыз, жайдан жай көрмеңіз. Тіркеліп колокольчикті басып қойыңыз. Сондықтан да біздің кез келген ақпараттан құр қалмайтын боласыз. Келесіде біз осының барлығын зерттеп алғаннан кейін қалай заявка жіберу керек? Осыны Азамат Серікұлы өзі бірге бір көрсетеді. Заявка жіберу ары қарай этаптарды бірге бір сіздерге анықтап айтып беретін боламыз. Сау саламатта болыңыздар, жақсы күндерде жолыққанша.